Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен кереметте диеталық, сезонный диеталық рецепт дайындайтын боламыз. Неге сезонный? Қазір шпинаттың сезоны, өте пайдалы, витаминге толы таңғы ас дайындайтын боламыз. Блендерге бірінші шпинат, сосын овсянка и 100-150 миллиграмда сүт құямыз да, оны жақсылап блендерлеп аламыз. Қосып жақсылап араластырып алуларыңызға болады. Мінекей, осындай бір келке болып масса дайын болады. Енді осыны біз бленне сияқты пісіріп алатын боламыз. Сұйықтығын қараңыздар. Осындай қызып тұрған майға аздап қана майды жағып шығамыз да. Осыны бірден құйып, немесе бөліп пісірсеңіздер болады. Мен бірден құйып жеріп, үлкен бүріштік пісірдім. Осылайша бір жағы қызарып пісті деген кезде екінші жағын ауыстыратын боламыз. Өзі түсінен байқалады асты жағы піскенін. Мінекей, оңай ауыстырылып жатыр. Енді мен осының арасына жұмыртқа қолдандым. 2 жұмыртқаны тұзбен жақсылап араластырып, бленне сияқты тура осыны пісіріп алдым. Қаласаңыздар, тауықтың төс етін пісіріп қоссаңыздар болады, немесе сыр қосуларыңызға болады. Колбаса жейтіндер колбаса қосуға болады. Негізі жұмыртқамен дәмдірек болады екен. Бағанағы дәмі бір-бірімен үйлесімді болып, керемет болып шығады екен. Міне осылай жұмыртқамыз да дайын болды. 5-ақ минуттың ішінде өте пайдалы, витаминге толы таңғы ас осылай дайындап алсаңыздар болады. Енді пісіп алған шпинатқа бетіне мен творожный сыр жақтым. Қаласаңыздар қаймақ жағуға болады. Осылай жұмыртқаны қойып, арасына помидор, огурцы, тұзбен кішкене тұз сеу жеріп. Болды, осымен кереметте диеталық таңғы асымыз дайын. Мінекей, светлый болып, светофор болып, әдем болып шықты. Ал ас болсын, рецепт ұнаған болса, жасап көріңіздер.